Бүгінгі сабақта натурал көрсеткішті дәреженің қалған үш қасиетімен танысамыз. Яғни көбейтіндіні дәрежелеу, бөлшекті дәрежелеу және дәрежені дәрежелеу. Мына өздеріңіз көріп отырған өрнекте А және Б өрнектерінің көбейтіндісін үш дәрежеге дәрежелеу дейді. Оны көбейтіндіні дәрежеге шығару үшін біз ең алғашқы дәреженің анықтамасын қолданамыз. А көбейтілген Б-ның үш дәрежесі өрнегін А көбейтілген Б-ны өзіне өзін үш рет жазу арқылы көрсетуге болады. Міне, яғни А көбейтілген Б көбейткішін өзіне өзін үш рет көбейттік. Көбейтудің терімділік қасиетін пайдаланып, А өрнектерін көбейтсек, А-ның үш дәрежесі шығады. Көбейту, ал Б өрнектерін жеке көбейтсек, Б-ның үш дәрежесі шығады. Яғни, көбейтіндіні дәрежелегенде көбейткіштердің әрқайсысын сол дәрежеге дәрежелеп, нәтижесін көбейтеміз. Жалпы жағдайда А көбейтілген Б, кез келген А және Б санының n натурал көрсеткішті дәрежесін А-ның n дәрежесі, көбейту Б-ның n дәрежесі түрінде жазуға болады. Осы қасиетті есте жақсы сақтау үшін мысалдар қарастырайық. Жаңағы қасиетті көбейткіштердің саны үшеу, төртеу немесе одан да көп болған жағдайларда да қолдануға болады. Яғни А көбейту Б көбейту С санының n-ші дәрежесін А-ның n дәрежесі, көбейтілген Б-ның n дәрежесі, көбейтілген С-ның n дәрежесі түрінде жазуға болады. Енді 3ax-тің 3 дәрежесін есептейік. Яғни жаңағы қасиетіміз бойынша әрқайсысын 3 дәрежеге дәрежелеп нәтижесін көбейтеміз. 3-тің 3 дәрежесі, А-ның 3 дәрежесі және x-тің 3 дәрежесі. 3-тің 3 дәрежесі 3-ті өзіне өзін 3 рет көбейт деген сөз. Олай болса 3-ті өзіне өзін 3 рет көбейтсек 27 болады. А-ның 3 дәрежесі, x-тің 3 дәрежесі өз жазылады. Енді соңғы мысалға назар аударатын болсақ, бөлшектің алымында 14-тің 2n плюс 1 дәрежесі тұр. Ал бөлшектің бөлімінде 2-нің 2n плюс 1 дәрежесі мен 7-нің 2n дәрежесінің көбейтіндісі тұр. Бұл өрнекті қалай ықшамдаймыз? Енді мына жерге көңіл қойып қарасақ, 14 саны 2 мен 7-нің көбейтіндісінен тұрады. Олай болса, мен 14-ті 2 көбейтілген 7 деп 2 санның көбейтіндісі түрінде жазып аламын. 2n қосу 1 дәреженің өзін жазып қойын, ал бөлшектің бөлімінде тұрған 2n плюс 1 көбейту 7-нің 2n дәрежесінің өзін жазамыз. Енді жаңағы қасиетіміз бойынша көбейтіндіні дәрежелегенде көбейткіштің әрқайсысын жеке-жеке сол дәрежемен дәрежелейміз. Яғни 2-нің 2n плюс 1 дәрежесі көбейтілген 7-нің 2n плюс 1 дәрежесі. Бөліміндегі өрнекті сол қалпында көшіріп жазамыз. Осы жазуда бөлшектің алымында және бөлімінде бірдей көбейткіштер тұр. 2-нің 2n плюс 1 дәрежесі мен 2-нің 2n плюс 1 дәрежесі қысқарып кетеді. Ал 7-нің дәрежесін бөлшекті бөліммен алмастырсақ, 7-нің 2n плюс 1 дәрежесі бөлу 7-нің 2n дәрежесін береді. Негізі бірдей дәрежені бөлгенде негізінің өзі жазылады да дәреже көрсеткіштерді азайтамыз. Осы жазуды былай жазсақ болады. 7-нің 2n плюс 1 дәрежесінен азайтамын 2n дәрежесін. Алдыңғы мысалдағыдай қарама-қарсы сандардың қосындысы 0-ге тең. Яғни 2n минус 2n-нің қосындысы 0, онда 7-нің 1 дәрежесі болады. Кез келген санның 1 дәрежесі сол санның өзіне тең. Б-дан А-ның 4 дәрежесі. Бұл бөлшектің дәрежесі дегенді білдіреді. Бөлшектің дәрежесін қалай ықшамдаймыз? Б-дан А-ның 4 дәрежесі деген Б-дан А-ны өзіне өзін 4 рет көбейт деген сөз. Б-дан А. Енді бөлшекті бөлшекке көбейткенде бөлімін бөліміне, алымын алымына көбейтеміз. Бөлімінде Б өзіне өзі 4 рет көбейтіледі. Олай болса, Б-ның 4 дәрежесі деп жазамыз. Ал алымындағы А өзіне өзі 4 рет көбейтіледі. А-ның 4 дәрежесі түрінде жазамыз. Яғни
b-дан a-ның 4 дәрежесі бөлшектің дәрежесін дәрежелердің бөлінісі түрінде жаздық. Жалпы жағдайда кез келген a санымен 0-ден өзгеше b саны және n натурал саны үшін мына теңдік орындалады. a бөлінген b-ның n дәрежесі, яғни бөлшектің n дәрежесі дәрежелердің бөліндісі түрінде жазылады. Осы қасиетті есте жақсы сақтап қалу үшін біз бірнеше мысалдар келтірейік. Бөлшектің алымын және бөлімін n дәрежеге шығарамыз. Яғни алымындағы және бөліміндегі тұрған көбейткіштердің әрқайсысын осы дәрежеге шығарып жазуға болады. a-ның n дәрежесі, b-ның n дәрежесі алымында, бөлімінде s-ның n дәрежесі, x-ның n дәрежесі және y-дің n дәрежесі түрінде жазылады. Енді соңғы мысалға назар аударайық. Бұл жерде де бөлшектің алымында тұрған көбейткіштерді және бөліміндегі тұрған көбейткіштерді 5 дәрежеге шығарамыз. Сонда 2-ның 5 дәрежесі, x-дің 5 дәрежесі және y-дің 5 дәрежесі алымында, бөлімінде 3-дің 5 дәрежесі, a-ның 5 дәрежесі және b-ның 5 дәрежесі. 2-ның 5 дәрежесі, 2-ні өзіне өзін 5 рет көбейтеміз. 2-ні өзіне өзін 5 рет көбейтсек, 32 болады. X-дің 5 дәрежесі, Y-дің 5 дәрежесі өзі қалады. Ал 3-дің 5 дәрежесі, 4 дәрежесі 81, 243, A-ның 5 дәрежесі, B-ның 5 дәрежесіне тең болады.